ізгілікке қол жеткізу. Бірде пайғамбарымыз Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам бір кісі келіп, «Уа Алланың елшісі, мен сізден қандай амал жасау арқылы ізгілікке қол жеткізетіндігімді сұрау үшін келдім», деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған, «Сұрақтарыңды қой, мен жауап берейін», деді. Сұрақ қоюшы көкейіндегі сұрақтарын қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам төмендегі жауапты берді. Адамдардың арасындағы ең білімді болғым келеді. Алладан шынайы қорық, адамдардың ең білімдісі боласың. Адамдардың ең байы болғым келеді. Алланың бергеніне шүкіршілік ет, адамдардың ең байы боласың. Ең әділетті болғым келеді. Өзіңе қалаған нәрсені өзгеге де қала. Адамдардың ең әділі боласың. Адамдардың ең жомарты болғым келеді. Адамдарға пайда тигізуші бол. Адамдардың ең жомарты боласың. Алланың ең сүйікті құлы болғым келеді. Сен Алланы көп еске ал. Ең сүйікті құлдарынан боласың. Иманымның қуатты болғанын қалаймын. Мінезіңді көркемде, иманың қуатты болады. Алладан шын қорқатын адам болғым келеді. Құлшылықтарыңды Алланы көріп тұрғандай жаса. Егер сен оны көрмесең, ол сені көреді. Аллаға бойсынушы құл болғым келеді. Бұйырғандарын орында, тыйғандарынан аулақ бол, бойсынушылардан боласың. Қиямет күні Алланың құзырында дәрежемнің көтерілгенін қалаймын. Ешкімге қиянат жасама. Қияметте Алла сенің дәрежеңді көтеретін болады. Қияметте Алланың мейіріміне бөленуді қалаймын. Өзіңе және Алланың құлдарына мейірімді бол. Күнәларымның азайғанын қалаймын. Көп тәубет, күнәларың азаяды. Шүкіршіл құлдардан болғым келеді. Ешбір нәрседе адамдарға шағымданба. Барлығынан күшті, қуатты болғым келеді. Аллаға тәуекел ет. Барлығынан күшті, қуатты боласың. Алла менің несібемді көбейткенін қалаймын. Үнемі дәретпен жүр. Қиямет күні Алла тағаланың маған ашуланбайтындығына сенімді болғым келеді. Алланың жаратқандарының ешбіріне ашуланба. Алланың менің дұға тілектеріме жауап бергенін қалаймын. Тыйылған нәрселерден өзіңді аулақ ұста. Алла сенің дұға тілектеріңе жауап беретін болады. Қиямет күні Алланың құзырында кемшіліктерімнің жасырылғанын қалаймын. Өз бауырларыңның кемшіліктерін жасыр. Алла тағала қандай амалды жақсы көреді? Көркем мінез, қарапайымдылық және қайғыға сабыр ету. Алла тағалаға ұнамсыз амалдар қандай? Жаман мінез бен сараңдық. Осы дүниеде Алланың ашуын қайтаратын қандай амал бар? Жасырын садаға беру және ренжіскен екі адамның арасын татуластыру. Қиямет күні тозақтың отын сөндіретін қандай амал бар? Қайғы мұңда сабыр ету. Алла мен оның елшісінің саллаллаху алейхи уассалам сүйіктісі болғым келеді. Алла мен оның елшісінің жақсы көрген нәрселерін сен де жақсы көр. Діни сайттан алынды. Кітап «Өмірдің мәні», кітап авторы Кәмшат Бекжігітова.